Hello, қалайсыздар? Бүгін біз 3-ші юнитқа келдік. Осы 3-ші юнитта Present Continuous деген тақырыпты өтетін боламыз. I am doing тақырыптың аты. Бірақ тақырыптарға кірмес алдын біздер Essential Grammar in Use деген кітап бойынша сабақ өтіп жатқандарымызды тағы да ескерте кетейін. Бұл Реймонд Мерфи деген автордың кітабы, Кембридж басылымы, Красный Мерфи деген атаумен танымал болып кеткен кітап. Бұл кітапта 114 юнит бар, яғни 114 грамматикалық конструкциялар бар. Сол 114-ті бұйыртса барлығын өтіп шығатын боламыз. Қазір біз айтып кеткендей 3-ші юниттамыз. Бұл грамматикалық конструкция маңызды және ағылшындықтар сөздерінде көп қолданатын конструкция. Ағылшын тілінде қиын ережелердің бірі ол уақыт. Яғни ағылшын тілінде тек 3 уақыт емес, одан бірнеше көп алдыңғы уақыттарда бұйыртса өтетін боламыз. Енді осы уақытты айтып кететін болсақ, бірақ сіздерді бір кішкене a little confused дейді, кішкене бір шатастырайын деймін ба? Барынша түсініп көруге тырысыңыз. Бірінші кіріспе ретінде осы ережелерге қатысты тереңірек қозғап кетейік. Бұл мәселені түсінуге тырысып көріңіздер. Егер де түсіне алмасаңыздар, онда кітапқа қайтамыз. Сосын сол кітаптың жолымен түсіндіреміз. Бірақ қазір түсінуге тырысыңыздар, қазір түсініп алсаңыздар, бұл ережені тереңнен білетін боласыздар. Ендеше кеттік ал. Тағы да ескертемін, біз әлі кітапқа кірген жоқпыз. Бұл кіріспе түсіндірме. Түсінсеңіздер жақсы, түсінбесеңіздер ештеңе етпейді. Қазір кітапқа кіріп, басқаша түсіндіретін боламыз. Естеріңізде болса, біз бірінші сабақта be деген етістікті өттік. Be деген ол 3-ке бөлінеді дедік. MSA, яғни MSA деген ол be деген ол MSA, барлығы бір нәрсе. Осы be-дің 2 мағынасы бар дедік. Оны егерде бірінші юнитті қараған болсаңыздар, түсінесіздер. Кім қарады? Тот в теме деген сияқты. Мысалы, I am a doctor. Мен доктормын. He is a teacher. Ол ұстаз. You are an apple. Сен алмасың. Мысал. Енді осы be етістігі, яғни MSA, ол ағылшын тілінің етістіктің тек бірінші түрі. Оның тағы басқа түрі бар. Мысалы, біз естіп жүрген кішкентай кезімізден, егерде ағылшын тілін оқысақ, естіп жүрген етістіктер. Eat, жеу, go, бару. Мысалы, let's go дейді ғой бізде. Кеттік деп, let's go. Мысалы, read, оқу. Осы етістіктер басқа түрлі етістік. Яғни be-дан басқаша етістік. Міне біз ағылшын тілінің 2 етістік түрін үйрендік. Енді етістік деген жалпы не ол? Егерде мектепте ұмытып қалған болсақ, етістік не екен? Әрбір тілде сөздердің неше түрлері болады. Зат есім бар, есімдік бар, етістік бар. Сол енді етістік деген ол уақытқа тәуелді сөз. Оның болашағы бар, осы шағы бар, өткен шағы бар. Яғни, мысал, бару деген кезде мен барамын, мен кеше бардым, қазір баратырмын, ертең барамын деп уақыттарға бөлінеді. Оқып жатырмын, мысалы, read, кеше оқыдым, бүгін оқып жатырмын, ертең оқимын деген сөздер. Осы 3 уақытқа келісетін сөздерді етістік деп айтады. Ал келіспейтін сөздер, мысалы, teacher, ұстаз, доктор. Оларға айта алмаймыз, мен кеше доктор, бүгін доктор, ертең доктор деп айта алмаймыз да, ол келіспейді. Демек, ол етістік емес. Енді бір нәрсе еске сақтап алыңыздар. Бір етістіктен кейін артынша 2 етістік келмейді, екінші етістік. Мысалы, M-нан кейін eat деп келмейді. S-тан кейін go келмейді. Неге? Себебі екеуі де етістік. Am a doctor, is a teacher, are an apple деп айта аламыз. Себебі доктор, teacher олар етістік емес. Енді мына eat, go, read деген етістіктер бар ғой, соған ing қосатын болсақ артына, онда ол етістік болмай қалады. Eat деген жеу болса, eating деген жеуші, кушающий. Go деген жүру болса, бару, кету. Going деген ол жүруші. Read болса, read деген оқу, оқуатыр, оқу деген етістік болса, reading деген оқушы, яғни істеуші, оқушы, читающий. Ол етістік емес. Араб тілі білетіндер болса, феаль мен исм фааль сияқты. Мысалы, қараа оқыды, ол етістік. Қари деген оқушы, исм фааль. Мұнда да солай сияқты. Енді осы eating, going, reading деген сөздер етістік болмаса, демек am, is, are деген етістіктің алдында қоюға болады деген сөз. Eating деген
жеуші деген мағына дедік. I am eating десек, мен боламын жеуші. Я являюсь кушающим. Я являюсь. Мен боламын am. I am a doctor. Мен боламын доктор. Я доктор, я являюсь доктором. I am eating. Я являюсь кушающим. Мен боламын жеуші. You are reading. Сен бір нәрсені оқушысың. Ты являешься читающимся. Міне енді ережеге жеттік. Қазір сіздерге мысал келтіремін. Барлығы түсінікті болады иншалла. I read a book деген бар. I'm reading a book деген бар. Екеуінің қандай айырмашылықтар бар? I read a book деген мен кітап оқимын деген аудармасы. Жалпы өмірде кітап оқисыз. Егер де біреуге айтсаңыз, мен кітап оқимын деп, жалпы кітап оқимын деп, кітап оқитын адаммын дейтін болсаңыз, I read a book дейсіз. Ал егер де сөйлеп жатқан уақытыңызда, егер де кітап оқып жатқан болсаңыз, сіз егер де сол процесста болсаңыз, яғни кітап оқу процесінде болсаңыз, онда I am reading a book деп айтасыз. Мысалы, сіз кітап оқып отырсыз үйде, диванда кітап оқып отырсыз, сізге досыңыз звондап қалды. Сіз трубканы алдыңызда, сізге досыңыз айтты, не істеп жатсың деп. Сіз айтасыз, I am reading a book дейсіз. Мен кітап оқып жатырмын, яғни сол процесстамын. А егер де I read a book деп айтсаңыз, оған жауап берсеңіз телефонда, ол айтады да, білемін сен жалпы кітап оқитынды. Бірақ не істеп жатсың қазір деп қайтадан сұрауы мүмкін. Сондықтан, егер де процессті білдіргіңіз келсе, бір істеп жатқан істі білдіргіңіз келсе, I am reading a book деп айтасыз сонда. Енді осы жерде жаңа кішкене түсіндіріп жатырдық қой, am reading бұл етістік емес деп. Сонда егер де тікелей сөз аударатын болсақ, I am reading a book-ты, I am, я являюсь читающим книгу. Я сейчас являюсь читающим книгу деген. Яғни тікелей аударсақ, мен қазір кітап оқушымын деген. Кітапты қазір оқып жатқан адаммын деген. Ал I read a book деген мен кітап оқимын деген. Жалпы өмірде оқимын деген. Егер де тереңінен түсінетін болсақ бұл сөзді. Ал енді кітапқа оралайық. Кітапта қалай түсіндірді, солай түсіндірейік. Бірінші картинка көрінбей тұр, бірақ соның ішінде қыз тамақ ішіп отырған картинка, негізі мына жерде тамақ жеп отырған сурет. Сол қыз айтады I am eating деп. I am eating, яғни мен тамақ жеп отырмын. Қазір тамақ жеп отырмын. I am eating. She's eating. Ол тамақ жеп отыр. She isn't reading. Ол оқып отырған жоқ. Екінші суретте жаңбыр жауып тұр. It's raining. Жаңбыр жауып тұр. Бұл жаңбыр. The sun isn't shining. Күн шығып тұрған жоқ. Яғни күн жарқырап тұрған жоқ. Осылардың барлығы present continuous. Яғни қазіргі уақытта болып жатырған нәрсе. Үшінші суретті қарасақ, екі адам жүгіріп бара жатыр. They are running. Олар жүгіріп баратыр. They aren't walking. Олар жаяу жүріп баратқан жоқ. Олар айтады, we are running. Біз жүгіріп баратырық. We are running деп айту керек. Енді бұл конструкция қалай құрастырылатынын астындағы жазулардан қарап көрейік. The present continuous is am, is, are, plus doing, eating, running, writing, etc. Мына жерде айтады, present continuous дейді, ол am, is, are деген етістікке ing қосылған сөздерді қосамыз дейді. Мысалы, doing, eating, running, writing деген сияқты. Міне таблицада анық суреттеліп тұр. Өздеріңіз алдыңғы сабақта өткендей, I, he, she, it, олар өзінің сай келетін етістіктері бар. I-ға am, he-ға is, she-ға is, it-ға is, we-ға are, you-ға are, they-ға are. Егер де болымсыз сөйлем құратын болсақ, онда am not, is not, are not деген. Кейін етістікке қосылған ing сөзі. Осындай конструкциямен present continuous сөйлемдерін құрастыра аламыз. Енді мысалдарға қарап көрейік. I'm working, I'm not watching TV. Мен қазір жұмыс жасап жатырмын. I'm not watching TV. Телевизор қарап жатырған жоқпын дейді. Maria is reading a newspaper. Мария газет оқып жатыр дейді. Is reading. Көрдіңіздер ма? Мария деген he, she, it-қа кіріп кетеді. Яғни ол she. Демек is. She is reading a newspaper. She isn't eating. Немесе, мені скобкада қараңыздар. She's not eating. Екі түрмен айтуға болады. She's not eating деп айтуға болады. Немесе she isn't eating. Ол ана тамақ жеп жатырған жоқ. The phone is ringing. Телефон звондап жатыр. We're having dinner. Біз тамақ жеп жатырық, обед жеп жатырық.
мысалы обед ішіп жатырық. You are not listening to me. Сен мені тыңдап жатырған жоқсың. Қазір тыңдап жатырған жоқсың. Мен қазір сөйлеп жатырмын, мысалы, сен тыңдап жатырған жоқсың. Немесе you aren't listening деп айтуға болады. Сен мені тыңдап жатырған жоқсың. The children are doing their homework. Оқушылар өздерінің үй жұмысын жасап жатыр. Қазір жасап жатыр. Тағы да түсіндіріп кеткен бұл кітапта MSA қосылған, етістікке ing қосылған сөз. MSA плюс ing. Something is happening now дейді. Мына қазір болып жатқан жағдай. Мына суретте қарасаңыздар, past өткен шақ, now деген қазір, future деген болашақ. Енді осы өткен шақ пен болашақтың ортасында қазір болып жатырған нәрсені now, сол жағдайда болып жатқан нәрсені осы конструкцияны қолданады. I'm working, мен жұмыс жасап жатырмын. She's wearing a hat, ол бас киім киіп алған. They're playing football, олар футбол ойнап жатыр. I'm not watching television, мен телевизор қарап жатқан жоқпын. Енді астындағы мысалдарды оқып шығайық. Please be quiet, I'm working. Өтініш тыныш дейді. Мен жұмыс жасап жатырмын дейді. Мысалы біреу шулап жатса, please be quiet. Өтініш тыныш, мен жұмыс жасап жатырмын. Мен қазір жұмыс жасап жатырмын. Мына скобкада қарасаңыздар, I'm working now. Қазір. I work десе, мен жалпы жұмыс жасаймын деген сөз өмірде. Ал I'm working десе, онда демек қазір жұмыс жасап жатырмын деген сөз. Look, there's Sarah. Қара, ана жерде Сара дейді. She's wearing a brown coat. Ол дейтін қоңыр пальто киіп алған дейді. She's wearing it now. Ол қазір киіп алған. The weather is nice. It's not raining. Ауа райы керемет. Жаңбыр жауып тұрған жоқ. Қазір жаңбыр емес. It's not raining. Where are the children? Балалар қайда? They are playing in the park. Олар паркта ойнап жатыр дейді. Олар қазір ойнап жатыр. They are playing in the park. Егерде they play in the park десек, олар жалпы паркта ойнайды деген. Бір өмірінде сондай ойнайды әрдайым деген. Ал егерде they are playing дейтін болсақ, онда олар қазір ойнап жатыр. On the phone, телефонда мысалы сөйлесіп жатыр. We're having dinner now. Біз тамақ ішіп жатырық. Can I phone you later? Мен кейін звондасам бола ма дейді. Көрдіңіздер ме? Сөйлесіп жатқан кезде, егерде қазір тамақ ішіп жатырып сізге біреу звондап қалса, we are having dinner now. Be having, are having деп осы конструкцияны қолданамыз. Естеріңізде болсын. Енді соңғы мысалды қарап жіберейік. You can turn off the television. I'm not watching it. Сен телевизорды сөндіріп тастай аласың. I'm not watching it. Мен оны қазір қарап жатырған жоқпын. Be not watching. I'm not watching. I don't watch емес. I'm not watching it. Мен қазір қарап жатырған жоқпын. Қалай жазылатынын қарап жіберейік. Мысалы, come деген етістікке ing қосылатын болса, coming, е кетіп қалды, и шықты міне. Coming. Write дегенде жазу етістігі writing. Тағы да е кетіп қалды. Мән беріп қойыңыздар, осындай өзгерістер болады. Dance, dancing. Тағы да е кетіп қалды. Run, running дегенде екі n қосылды. Running. Sit, sitting. Бұл жерде де екі т әрпі қосылды. Swim, swimming. Бұл жерде де екі м қосылды. Swimming. Екі м. Lie дегенде lying. Тағы да басқаша өзгеріп кетті. Бұл нәрселер оқумен өзі жайлап келеді. Алдыңғы юниттарда енді осы present continuous пен present simple осы екеуінің айырмашылығы келетін болады. Міне астында тұр екен 8-ші юнитта осы I'm doing мен I do'ның айырмашылығы айтылады екен 8-ші юнитта. 4-ші юнитта are you doing деген келесі яғни юнитта сұрақ қалай қойылу керек екенін айтылады екен. Содан кейін 25-ші юнитта what are you doing tomorrow деген мәселелер қозғалады екен.
Яғни бұл кітап 114 юниттен тұрады. Бұйыртса барлығын өтетін боламыз. Сондықтан бізге тіркеліп қойыңыз, лайк басып қойыңыз, бізбен бірге болыңыз, иншалла. Алда әлі бұйыртса талай қызықты тақырыптар болады. Яғни бұл элементary уровеньдағы 104 сабақ болады. Содан кейін бұйыртса әрі қарай intermediate уровень, соншалықты 100-дің үстінде көп сабақтар. Содан кейін ары қарай бұйыртса advanced'ді жазатын ниет бар бұл каналға. Сондықтан басынан бастап бізбен бірге болыңыздар, иншалла.